Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін біз медовый торт дайындаймыз. Ең алдымен біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен водяной баняда мед пен сары майды ерітіп аламыз. Еріген соң олар бірге бастап бірігіп кетеді. Үстінен 1 шай қасық сода салып араластырып жібереміз. Осындай болып шығады. Су керек. 3 жұмыртқаға құмшекер салып миксерлейміз, немесе венчикпен араластырамыз. Бізде құмшекер еруі қажет, міндетті түрде еруі керек. Осындай аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Үстінен жаңағы балды қоспаны қосамыз. Ол міндетті түрде жылы болуы керек. Ыстық болса болмайды. Оның жарты бөлігін қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Осындай болған соң үстіне екінші бөлігін қосып, қолмен араластырамыз. Бізде қолға жабысып тұратын қамыр шығуы қажет. Бетіне пищевой пленканы жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа жібереміз. Міне, осындай қамыр шығады. Тоңазытқыштан шыққан соң, ол қолға жабыспайтын болып қалады. Осындай илеп-илеп қамырды 10 бөлікке бөліп аламыз. Олардан шариктер дайындаймыз. Пергамент қағазына жаңағы шариктерімізді жайып, корждарымызды дайындаймыз. Жұқалап жаюымыз қажет. Жайып болған соң, өзімізге керек формада өлшеп аламыз. Осылай жайылуы қажет. Мен 26-лық формада жасаймын. Форманы қойып, өлшеп, кесіп аламыз. Достар, менің YouTube арнама және Instagram арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен ол жақта да қызықты рецепттермен бөлісіп отырамын. Пешке жібереміз. Ол 2-3 минутта 180 градуста пісіп шығады. Міне осындай 10 штук корж менде шықты. Кілегейге сгущенка қосып, оның үстінен сметана қосып, миксерлейміз. Крем бұл менде. Сіздер заварной крем немесе крем-чиз дайындап қоссаңыздар болады. Мен осындай крем қолданамын. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. 5-7 минуттай миксерлеп, осындай крем дайындаймыз. Корждардың үстінен 3-4 қасықтай кремнен салып, жағып шығамыз. Келесі коржды қойып, дәл солай жасап, жағып шыға береміз. Тортты толығымен жинап болған соң, жан-жағын пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 7-8 сағатқа жібереміз. Жаңа тестаны дайындағанда, жан-жағында қалып кеткен осындай бөліктерін блендерден өткізіп, осындай крошка дайындаймыз. Торт сіңісіп болған соң, жан-жағына кремдерді жағып, түзулейміз. Түзулеп болған соң, үстінен крошкаларды себелеп шығамыз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен ортасына дөңгелектеп пергамент қағазын кесіп қойып қойдым ортасына. И жан-жағын крошкаладым. Қазір ортасына мен әсемдеу үшін жеміс-жидектерді қойып қоямын.
Сіздер де осылай істесеңіздер болады. Өте әдемі көрінеді. Немесе толығымен крошкамен жауып тастасаңыздар да әдемі көрінеді. Болған соң жан-жағына қант ұнтағын сеуіп шықтым. Міне осындай әдемі торт пайда болды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәмі тіл үйренеді. Сау болыңыздар.